Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Осы аптада сіздердің назарларыңызға не бәрі 10 минутта ғана дайын болатын, екі заттан жасалатын печенье дайындайтын боламыз. Бұл печеньені былайша айтқанда шырша жаңғақтар деп те айтуға болады. Ең алдымен бізге бөлме температурасында еріп тұрған сары майымыз керек. Оның үстіне дайындап қойған қоюлатылған сүт, яғни сгущенкамызды қосып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Осылай біркелкі болып араласқан соң, үстіне бір шай қасық қопсытқышымызды қосып, және тағы бір араластырып аламыз. Ендігі кезекте ұнымызды қосып, алдымен лопатканың көмегімен араластырып, сонан соң қолмен бір келкетіп жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз осындай дәл пластилин секілді иілгіш, сондай жұмсақ болып шығады. Қамырымызды енді бірдей етіп бөліктерге бөліп аламыз. Менде бұл жерде шамамен 14-15 дана жандай күлше шықты. Яғни 14-15 дана печенье болып шығады. Енді осы бөлінген қамырларды қолдың көмегімен дөңгелектеп, шишканың, яғни осы шырша жаңғақтарының көлеміне келтіреміз. Яғни пішінін сәл ұқсатамыз қолмен. Пышақтың көмегімен, осы дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай, жаңа печеньелеріміздің бетіне өрнектерін саламыз. Сонда біздің піскен кезде бұл тағы печеньеміз көтеріледі. Сол кезде дәл шыршаның жаңғақтарындай, яғни еловые шишки дейміз, дәл сондай пішінге енетін болады. Міне осылай барлық күлшелеріміздің бетіне осылай өрнектерін істеп шығамыз. Бұған онша көп уақыт кетпейді. Немесе кішкентай балаларыңызды да осы процеске оларды қатыстырсаңыздар болады. Оларға да өте қызықты болады. Не бәрі 1-2-3 минутта осылай тез жасап шықсаңыздар болады. Міне көріп тұрғандарыңызда менде 14 штук осындай печенье шықты. Енді қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 7-8 минут пісіп шығады. Енді ол өз духовкаларыңызға қарай, менде 10 минутта пісіп шықты. Міне біздің күлшелеріміз дайын болды. Қатты қызартудың керегі жоқ. Шамалы ғана беті қызарса ала беріңіздер. Енді қалауларыңызша бетіне кішкене сахарный пудра сепсеңіздер де болады, сеппесеңіз де болады. Біздің мерекелік осы жаңа жылдық дастарханға арналған әдемі шырша жаңғақтар атты күлшеміз дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте әдемі болып шықты. Енді дәміне деген сөз жоқ. Тіпті дүкеннің күлшелерінен асып түспесе кем емес. Өте дәмді болып шықты. Өздеріңізде жасап көрдіңіздер, не бәрі 2 заттан жасалды. Яғни үйлеріңізде қоюлатылған сүтпен жандай маргарин болса, ұн болса болды. Осы 3 заттан осындай әдемі күлшелер жасап, шайға жасап берсеңіздер, үйшілеріңіз қуанады. Көп рахмет менімен болғандарыңыз үшін. Сау болыңыз.